Моя семья. Менің отбасым. У меня есть семья, жена, дочь и сын. Менің отбасым бар. Әйелім, қызым, және ұлым. Моей дочери 10 лет, сыну 16 лет. Они учатся в школе. Менің қызым 10 жаста, ұлым 16 жаста, олар мектепте оқиды. Моя супруга домохозяйка. Она делает много работы по дому. Помогает дочери по урокам, готовит, стирает. Әйелім үй шаруасымен айналысады. Үйде көп жұмыс істейді. Қызымға сабақ оқуға көмектеседі, тамақ пісіреді, кір жуады. У нас с супругой общие интересы. Мы вместе любим смотреть фильмы, играть в игры, общаться. Біз әйелімен ортақ қызығушылықтарымыз бар. Бірге фильм көруді, ойын ойнауды, сөйлесуді ұнатамыз. Моя жена мой самый лучший друг. Менің әйелім менің ең жақсы досым. У нее есть увлечение. Что-то делать из бисера. Например, игрушки или сумки. Ойын хобби бар. Моншақтан түрлі заттар жасау. Мысалы, ойыншақтар немесе сөмкелер. Сын учится в 9 классе. Ұлым мектепте 9 сыныпта оқиды. После 9 класса он хотел пойти в колледж, но потом передумал. Останется в школе, пойдет в 10 класс. 9 сыныптан кейін ол колледжге барғысы келген. Бірақ кейін ойынан қайтып мектепте қалатын болды. 10 сыныпқа барады. Он изучает английский язык самостоятельно. Ағылшын тілін өзі үйреніп жүр. Он любит уроки истории и географии. Патриот Казахстана. Ол тарих пен география сабақтарын жақсы көреді. Казахстанның патриоты. В этом году ему исполнилось 16 лет, и он получил удостоверение. Биыл ол 6 жасқа толды және жеке куәлік алды. Он был этому рад. Бұл оған қатты қуаныш болды. Дочь умеет красиво рисовать, а также вязать игрушки и одежду. Қызым әдемі сурет салы алады. Сондай-ақ ойыншықтар мен киім тоқиды. Она ходит на занятия по вязанию 2 раза в неделю. Ол аптасына 2 рет тоқыма үйірмесіне барады. Вместе мы гуляем, ходим в магазин, играем в настольные и компьютерные игры. Біз бірге серуендейміз, дүкенге барамыз, үстел және компьютерлік ойындар ойнаймыз. Благодарю Бога за семью. Семья – это счастье. Отбасым үшін Құдайға шүкірлік етемін. Отбасы бақыт. А теперь вы попробуйте что-то рассказать в комментариях о своей семье на казахском. Ал енді сіз де пікірде өз отбасыңыз туралы қазақша айтып көріңіз. Для тех, кто хочет пообщаться голосом или текстом на казахском, у нас есть чат в Телеграме. Ссылки будут под этим видео. Қазақша дауыстап немесе жазбаса сөйлегісі келетіндерге арналған Телеграм чатымыз бар. Сілтемелер осы видеоны астында болады. Текстовая версия этого видео и словарь будут по ссылке под видео. Осы видеоны мәтіндік нұсқасы мен сөздік сілтемеде болады.